Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан аймақтары. Сәлематсыздар ма балалар? Біз бүгінгі сабағымызда ерте темір дәуірінде Қазақстанның әр аймағын мекендеген сақтардан қалған әйгілі археологиялық ескерткіштер, Бесшатыр, Есік, Шілікті, Берел қорғандары және Тасмола мәдениеті жөнінде кеңінен мәліметтер ала отырып, Қазақстан аумағынан табылған алтын адамдар мен оларды тапқан археолог ғалымдардың қазба жұмыстарынан хабардар боламыз. Ерте темір дәуіріндегі Жетісу аймағы. Жетісу сақ қорғандарының ішіндегі ең көрнектілерінің бірі Есік қорғаны. Есік қорғаны біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларда салынған. Ол Алматы қаласының шығысында 50 шақырым жерде Іле Алатауының баурайында орналасқан. Қорған 40-тан астам обадан тұрады. Есік қорғанына археологиялық қазба жұмыстары 1969-1970 жылдары жүргізілді. Оның диаметрі 60 метр, биіктігі 6 метр. 1970 жылы археолог Кемал Ақышев Есік қорғандағы қабірден 17-18 жас шамасындағы шошақ бөрікті сақ ханзадасының мүрдесін ашты. Бұл адам тарихқа алтын адам деген атпен енді. Ханзаданың бас киімінде 150 түрлі жануарлар мен құстардың бейнесі өрнектелген. Бас киімде бейнеленген қанатты аттар күн қозғалысын білдіреді. Қабірдің ішінен 4000-нан астам заттар табылған. Ол заттардың ішіндегі ең ерекшесі 26 таңбадан тұратын жазуы бар күміс тостаған және аңдық стильде өрнектелген ағаш қынды қанжар, ақинақ. Күміс тостағандағы жазуды көне түркі тілінде оңнан солға қарай оқыған белгілі түрколог ғалым Алтай Аманжолов болды. Тостағандағы жазуды қазақшалай оқығанда аға, саған ошақ, бөтен жат ел адамы, тіжеңді бүк, халықтың қарны тоқ болғай деп жазылған. Бесшатыр қорымы. Біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларға жататын Бесшатыр қорымы Іле өзенінің оң жағалауындағы Жел Шалғыр тауының етегінде Шылбыр қойнауында орналасқан. Бұл қорым үлкен, орташа және шағын 31 обадан тұрады. Бесшатыр обалары қиыршық тас және топырақ үйінділерімен жабылған. Обалар солтүстіктен оңтүстікке қарай 2 шақырым, ал шығыстан батысқа қарай 1 шақырым аймақты алып жатыр. Олардың ішіндегі ең ірісі үлкен Бесшатыр обасы. Оның диаметрі 104 метр, биіктігі 17 метр. Бұл қорғандар патша қорғандар деп аталады. Өйткені бұл обаларда патша сияқты ең беделді, ең даңқты адамдар жерленген. Обаны үйір алдында, оның жер бетіндегі шеңберлі табанына жағалай тығыз етіп, жалпақ тастардан бірнеше қабат тас төселген. Үйіндінің айналасынан 5-7 метр қашықтықтан тас дуал өтеді. Бесшатырда 3 үлкен оба бар. Олар 1-ші, 3-ші және 6-шы Бесшатыр обалары. Бесшатыр обаларынан семсер, ақинақтар, қола үсті жебелер, темір пышақтар, шаш түйрегіштер, ақық моншақтар табылды. Ерте темір дәуіріндегі Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстанның далалық аймақтарында қазіргі Зайсан ауданының жерінде алып патша қорғандары кездеседі. Оның ең көп шоғырланған жерін Шілікті ескерткіштері деп атайды. Шілікті обасы біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырларға жатқызылады. Шілікті қорымында барлығы 51 оба бар. Бұл қорғандар алып немесе орташа қорғандар. Алып қорғандардың диаметрі 100 метр, ал биіктігі 8-10 метрге жетеді. Берел қорымдары. Шығыс Қазақстанның ерте темір дәуірінің біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырлары аралығын қамтитын кезеңін Берел кезеңі деп атаймыз. Берел кезеңі деп аталуы Қатонқарағай ауданындағы Берел қорымына байланысты қойылған. Бұл қорымнан 40-тан астам обалар табылған. Ішіндегі ең үлкеннің биіктігі 9 метр,
диаметрі 20 метр болған. Қазіргі кезде обаның тас үйінділері құлап, аласарып қалған. Негізінде бұл обаға жерленген адам жер бетінен 6-7 метр тереңдікте жатыр. Қабір іші қарағаймен қаланып, мәйіт астау саркофагқа салынған. Қабір жанынан 16 аттың қаңқасы шықты. Аттар белгілі тәртіппен әр қатарда 4 аттан 4 қатар болып орналастырылған. Обаға аттармен қоса ер-тұрман да қоса көмілген. Ат әбзелдері алтынмен қапталған. 1998-1999 жылдары археолог Зейнолла Самашевтің жүргізген қазба жұмыстарының нәтижесінде нөмірі 11-ші оба толық ашылып, онда астау табытқа жерленген 45 жастағы ер адам мен одан егделеу әйелдің мәйіті табылды. Ерте темір дәуіріндегі орталық Қазақстан. Сарыарқаның ерте темір дәуірі ескерткіштері Тасмола мәдениет деген атпен белгілі. Бұл мәдениетті Исседон тайпалары қалдырған. Тасмола мәдениетінің алғашқы ескерткіштері Павлодар облысының Екібастұз ауданындағы Тасмола өңірінен табылды. Орталық Қазақстандағы сақ ескерткіштері негізінен обалы қорымдар түрінде сақталған. Орталық Қазақстанның осы дәуіріне тән ескерткіштерге мұртты обалар жатады. Кейбір ғалымдардың пікірінше, мұртты қорғандар бағдаршам рөлін атқарған. Шынында мұртты қорғандар белгілі бір бұрышпен салынғанда оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс бағытты көрсетеді. Мұртты обалардың аузы күншығысқа қаратылған. Бұл сол кездегі күнге табынудың белгісі. Ерте темір дәуіріндегі оңтүстік Қазақстан. Оңтүстік Қазақстандағы сақ тайпаларының ең көне ескерткіштері түгіскен мен үйғарақ қорымдары. Олар Арал теңізінің шығыс жағында орналасқан. Бұл ескерткіштердің салыну мерзімі біздің заманымызға дейінгі 8-5 ғасырларға жатады. Обаларды қазу барысында сыртын жылтыратқан ұзын мойынды қыш ыдыстар, 3 қырлы жебе, ат ауыздықтары, ер-тұрман әбзелдері көптеп табылды. Сонымен қатар обалардан табылған заттардың ішінде аң бейнесінде жасалған металл бұйымдар жиі кездеседі. Оның ішінде арыстан бейнесі көп табылған. Ғалымдардың болжауынша түгіскен үйғарақ ескерткіштерін массагет тайпалары қалдырған. Арал өңірінде кездесетін сақ тайпалары ескерткіштеріне жататын Шірік-Рабат, Бәбіш-Молда, Баланды және тағы басқа ескерткіштер су жағасын мекендеген сақтар апасияқтардан қалған. Шірік-Рабат қаласы апасияқтардың астанасы болған.